Қайырлы күн достар, бүгін осындай жұмсақ нәзік кек жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды осылай миксерлеп аламыз. Миксер болмаса шанышқымен де болады. Қантымызды саламыз, сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сұйық май құйдым. Еліктен өткізілген ұнымызға мен алдын ала ас содасын салып қойдым. Сон ұнмен жақсылап араластырып алып, сұйықтығымызға саламыз. Бірден салып жібермейміз. Видеода көрсетілгенде 2-ге бөліп саламыз. Менде жан-жағына ұн жиналып қалды. Сол себепті қасықпен алып бір араластырып жібердім. Енді формаларымызға саламыз. Ең алдымен осылай бір қасықтан салып алдым. Ішіне мен варенка қостым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша üzüm қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жұмсақ болып. Подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міне барлығына осылай салып шықтық. Енді 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын болды. Қаласаңыздар дәл осы рецептпен капкейк жасасаңыздар да болады. Жай ғана үстіне кремді жағып, әсемдесеңіздер де болады. Дәмі өте керемет. Ас болсын.